подписаться етпейді. Яғни бұл жерде қараңыздар, мен 120 мың YouTube каналында 120 мың просмотрдан 500 оқырман жинадым, ал TikTokта 140 мың просмотрдан 90 подписчик жинадым. Разницаны көріп тұрсыз ба? Яғни бұл жерде айтқым келгені, TikTokта егер сіз бір зат сатып жатсаңыз, бір істің маманы болсаңыздар, TikTok, Instagram өте керемет жұмыс жасайды. Ал егер не істеймін деген сияқты ойларыңыз болатын болса, немесе Instagramда, TikTokта менің видеом атпай жатыр деп ойласаңыздар, мысалға мен тамақтарымды салып жүрдім, бірақ Instagramда, TikTokта атпай жатты. Сосын мен YouTubeға көштім. И осылай YouTubeда атып кетті видеом. Көрдіңіздер ме? И мен айтқым келгені осы жердегі фишка сол. Шортстан бастаңыздар, адам видеоны қараған кезде сразу видеоны сізге ұнады ма, сразу подписаться етеді. Яғни сіз бір айда тоқтамай сала берсеңіз видеоны, подписчикті тез жинайсыз. Және осы фишкамен бөліскім келді. Сақтап алыңыздар. Ал бұдан бұрын жасайтын тағы да бір фишка бар, оған мен сілтемені астын төменде тастап кеттім. Оған бөлек бір видео 3-4 минуттық бар, соны да қарап кетіңіздер міндетті түрде. Осы екі фишканы бастап жасай беріңіздер.